Фейсбукта мектептің әлеуметтік желілерінде барлық жарияланған. Енді бұл конкурсымыз біздің Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 2021 ақпан 2012 жылғы мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтердің лауазымына тағайындау лауазымынан босату қағидаларын бекіту туралы нөмірі 57 бұйрығына сәйкес жүргізіліп отыр. Бұл сорынға бір мұғалім үміткер қатысып отыр, өтініш берді. Енді бұл кісі Әуелхан Ильяс Базарбайұлы нөмір 9-шы мектеп-интернатында Жезқазған қаласының география пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаған. Қазіргі таңда өтінішін беріп отыр. Осы кісі бойынша қазір конкурс жүргіземіз. Өзіңіз туралы айтсаңыз, аты жөнім Әуелхан Ильяс Базарбайұлы, мен география пәнінің мұғалімімін. Жалпы өтілім 11 жыл, 2 ай деді. Жезқазған университеті 1999 жылы география, туризм деген түстім. 2003 жылғына аяқтап, 2003-2005 жылдары географиядан тағы да магистратурасын бітірдім. Сосын жалпы еңбек өтілім бірінші мектепте бастадым. География пәнінің мұғалімі, одан кейін қазақ түрік лицейінде істедім. Одан кейін 9-шы мектепте қайтадан мұғалім болып география пәнінде түстім. санатыңыз ойлаймыз ба? Санатыңыз туралы айтыңыз, санат бар ма сізде? Санат жоқ қазір, бірақ баяғыда болған. Екінші категория санат дей ма? Екінші категория. Негізі белгі болады осы түрде санат. Беру боламыз, беру керек. Ең магистратура бітіргенсіз, иә? 2003-2005 жылдары магистратура. Ол да география. Еңбек өтіліңіз 11 жылдан астам. Жалпы кәсіби жетістіктеріңіз жайында бар ма өздеріңіз? Енді ол областойда орындар болды, шын географиядан болды. Қалалықта осы соңғы 2022-2023 жылдары осы оқу жылында қалалықта 3-ші орын бар. Курстар оқыған. Курстарын, курстар географиядан Қарағандыда ондай 22 жылы Қарағандыда Өрлеуде оқыдым. Қанша сағаттық? 80 сағаттық курс бар, ол сертификат. Майдан оқыдым, майда бардым, майда 2 аптадай болдық па, 3 апта 80 сағат оқыдық. Сосын осы таяуда лессонға соны оқыдық, 80 сосын анау инклюзия жағын оқыдық, ол да 80 сағаттық оқыдық, 21-ші мектепте оқыдық. Сұрақтарыңыз бар ма? Оқушылармен жұмыс істеу барысында ешқандай бір төтенше басқа жағдай болды ма? Ондай болған жоқ, енді өтілімде 10 жылдан аса ондай болған жоқ. Ондай балалармен конфликт жоқ. Негізі біз конкурсқа дейін уже не беріп қойдық. ЦПС-ға тексеріске, наликке, сапаны қамтамасыз ету ДКСО-ға беріп қойдық. Басқа құжаттарымыз бәрі жинақталып Құжаттар өткізген, курсты салмақсыз нәтиже? Курста ол болған жоқ, жаңа кешегі берген парақтың ішінде сертификат жоқ болған екен. Курстарыңызды берсеңіз, ол сертификаттарым бар. жалпы осы мектепте мамандандырылған мектеп қой, енді бұның статусын білесіз. Өзіңіз қандай жоспарларыңыз болашақта? Енді болашақта ойлаймын, енді жақсы ұшымен жұмыс істеп, жақсы табыс болады, жетістіктерге жетеміз деп бірге деп ойлаймын. Жақсы балаларымызға жаман емес, көңілін сағат беріп, балаларымызға сөйлесін. Жаман емес. Жалпы олимпиадаға дайындау, ол опыт бар, тәжірибе бар ғой? Олимпиадаға дайындадым, сосын достық деген болды ғой бізде. Достық Гагарина көшесінде бізде Өрлеу сонымен бірге жұмыс істедім. Қазір олар жабылып қалды ғой, сол жұмыс істедім. Сосын грант 140 деген болған, оларды мен тоже шақырған.
11 сыныптың балаларымен осы жұмыс істеген. Басқа сұрақ жоқ? Енді мен бұл кісіге тани сұрағым жоқ, қуаныштымын. Жақсы, онда жауабын береміз өзіңізге. Балл шығарғаннан кейін, қазір комиссия мүшелері ақылдасқаннан кейін өзіңізге хабарын береміз. Жақсы, рахмет. Жақсы.